мақсат біздің алдымызда тұрған ол жерде бүгінгі күні атқарылып жатқан әлеуметтік жобалардың халыққа неғұрлым түсінікті және пайдалы болу мәселесі. Өздеріңізге ақпарат ретінде айта кетейін, соңғы 2 жылдың ішінде 2016 мен 18 салыстыратын болсақ, мемлекет тарапынан бөлініп отырған әлеуметтік тапсырыстар көлемі қаражат жағынан 2 есеге ұлғайған. Мәселен, 9 миллиард теңгедей болса, 9 миллиард теңгедей болса 2016 жылы республика бойынша бөлінген қаражаттың саны мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа биылғы жылы жоспар бойынша 19,3 миллиард теңгені бөлу көзделіп отыр. Яғни қарқын өздеріңіз көріп отырсыздар үлкен, оның 96% жергілікті атқарушы органдармен өңірлерде жұмыс жасалады. Енді жергілікті атқарушы орган дегеніміз не? Ол деген өңірлердегі жағдай, өңірлердегі тұрғындардың жағдай. Ауыл аудандағы жағдай. Сондықтан да жұмыстың бәрі өңірлерде атқарылады, нақты тұрғындардың әлеуметтік мәселесін шешуге бағытталады. Сондықтан да бұл жерде біздің ең басты мәселеміз тұрғындарға пайдалы, оларға түсінікті болу керек. Сондықтан да осындай заң жобасын әзірледік. Заң жобасының аясында біздер жаңағы тақырыптардың қалыптастыру мәселесі және оның жүзеге асыруын бақылау, сонымен қатар жаңа нәтижелерін бағалау бойынша бірқатар ұсыныстар енгізіп отырмыз. Түсінікті. Енді заң жобасының мақсаты, мен қараған бойынша, бұл мемлекеттік әлеуметтік, бізде бүгін қойып отырмыз тақырыбымызда, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тиімділігі мен ашықтығын арттыру деп отырсыздар. Осы тиімділік пен ашықтықты қалай қамтамасыз етесіздер? Себебі біз әрқашан көріп келе жатырмыз. Мысалға, қаражат беріледі, мемлекеттен қаражат беріледі, бірақ эффективтілігін анықтау, яғни бағалау жобасы әлі күнге дейін бізде заңда қарастырылмаған, қателеспесем. Сіздер бұны қалай енгізбекшісіздер? Шынымен де енді бұл жалпы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс тәжірибесі Қазақстанда 2003 жылдан бері басталған. Тиісті заң 2005 жылы қабылданды. Біраз уақыттың ішінде, және мен айттым, қарқыны үлкен дамып келеді. Сондықтан да бұл салада ретке келтіру міндеті біздің алдымызда тұрды. Ол өзекті де өткір мәселе. Себебі көптеген тақырыптар енді біздің сарапшылардың айтуы бойынша, үкіметтік емес ұйымдардың өкілі айтуы бойынша, тұрғындардың өзінің айтуы бойынша көптеген тақырыптар кейде түсініксіз болып жатады, кейде неге жетіп жатқан түсініксіз. Сондықтан да осы саладан біз жаңағы осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тақырыптарының қалыптасуынан бастап, оның нәтижесін бағалауға дейін бүткіл мына тізбектеп отырып, бәрін жүйеге келтіретін боламыз. Мәселен, қазіргі кезде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың қалыптасуы тек мемлекеттік органның өз құзыретінде, және ол ешқандай ережемен бекітілмеген. Бүгінгі күні біз заң жобасымен, жаңа өзіңіз айтып отқан заң жобасымен осы қалыптастыру жүйесін ретке келтіретін боламыз. Бір текті қыламыз. Яғни бүгінгі күні біздің заң жобасымен үкіметтік емес ұйымдар, тұрғындардың өздері тақырыптарды өзінің мүддесіне сай ұсынуға мүмкіндік алады, және ол тақырыптар бойынша үкіметтік мемлекеттік органдар жан-жақты қамтылған жауап беру керек егер қабылдамайтын болса. Сонымен қатар біз жаңағы мемлекеттік органдар, енді бұл жаңағы заңда жалпы қарастырылады. Заңға тәуелді тағы қосымша нормативтік актілер қабылданады, сол жерде енгізетін боламыз осы жаңағы мен айтып отқан жүйелерді. Ол жерде тақырыпты қалыптастыру барысында мемлекеттік ұйым өзінің сайтында жаңағы жоспарланып отырған жобаларды жаңағы сайтына іліп халықпен талқылайтын болады. Ондай осы күнге дейін бүгінгі тәжірибе бойынша жоқ. Ол бір ма, екіншіден... Яғни халық былай айтқан кезде өз бағасын бере алады. Дұрыс емес орындады, дұрыс орындады деген сияқты. Соған қарап тиімділігін байқаймыз. Ол тақырыптарға да келіспеуі мүмкін. Оны айтуы мүмкін, талқылауы мүмкін. Содан кейін барып мемлекеттік орган ол тақырыптар бойынша тиісті шешімдер қабылдауы мүмкін. Көбінесе осы жерде әлеуметтік желінің де рөлі маңызды сияқты. Тек қана өзінің сайтында емес, мысалға Facebook әлеуметтік желісі бар. Ең бір қазіргі таңда азаматтық қоғамның бір қаймақтары сол жерде мысалы. Мысалға жаңа мемлекеттік орган өзінің сайтына енді бір жерде бекіту керекпіз ғой. Әлеуметтік желі деген енді кең түсінік, сондықтан да өзінің сайтына негізі қояды, ресми сайтына. Бірақ ол әлеуметтік желілерде қазір көп жұмыс істеп жатқанын білеміз, сондықтан да ол жерде оны талқыласа болады. Содан кейін өзінің нәтижесін қорытындысын жаңағы реттеп, шынымен де елге керек тақырыптарды өзіне алса болады. Түсінікті. Ал енді мысалға сапасына келетін болса, осы күнге дейін әлеуметтік, яғни мысалға тапсырысты орындау бойынша сапасы сын көтермей жүр. Көбінесе осыған пікірлер көп, яғни сапасына қатысты әртүрлі сарапшылар өзінің мәселелерін көтеріп жатады. Заңнамада осыған қатысты мен қарап шықтым, норма енгізілген екен. Жалпы осы әлеуметтік тапсырыстарды орындауын бақылау қалай жүзеге асырылады, мысалы механизмдері қалай, оның сапасын қалай анықтайсыздар? Біздер қазір заң жобасымен әдейі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың
әлеуметтік жобалардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жүзеге асатын жобалардың стандарттарын енгізіп жатырмыз. Ол стандарттарға сәйкес әр жоба бойынша, әр сала бойынша біз мысалға бүгінгі күні мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жасалынатын қызметтің 6 түрін анықтап отырмыз. Бұл жұмыстың бәрі үкіметтік емес ұйымдармен бірге атқарылып жатыр. Біз олармен қоян қолтық күнара кездесіп, ақылдасып, пішіп бірге шешіп жатырмыз. Сондықтан да 6 түрін анықтап отырмыз. Жаңа қызметтің ол мысалға шара өткізу, консультативтік көмек көрсету, жаңа түрлі оқу, талдау, сараптау, ақпараттық жұмыстар сияқты қызметтер, соның барлығына сәйкес жаңағы тиісті стандарттар енгізілетін болады. Мәселен айтайын, семинар өткізу дейміз. Семинарды кейбіреулер, бір өңірлер мысалы 15 адам өткізіп жатса, кейбіреулер 150 адам өткізіп жатады, кейбіреулер 50 адам өткізіп жатады. Бірақ семинар мен жай лекцияның айырмашылығы үлкен ғой. Семинарда бір талқылау керек, адамдар бәрі қатысуға тиіс. Сондықтан да біз жаңағы өзіміз жобалап отырмыз. Ол ауыл өңірдің, қаланың ерекшелігіне қалай, адамдардың санына қарай, тұрғылықты мекендегі немесе үкіметтік емес ұйымдардың санына қарай сол жерде қызмет ететін түрлі стандарттар енгізілетін болады. Мәселен 12 адамнан бастап 35-40 адамға дейін дейміз. Нәтижелі болу үшін. Ол неғұрлым жаңағы пайдалы болу үшін ол семинардың. Әйтпесе 200 адам жинап талқылағаннан түк шықпайды ол. Түк шықпайды. Ол сапасы болған санға емес. Сапасы емес. Тек қана жаңағы адам санын көбейту, бірақ оның сапалық деңгейі қандай. Және де атқарылған жұмыстың көпшілігін біз мәселен консультациялық жұмыстар болатын болса, қызмет болатын болса, оның нәтижесі бойынша бенефициарлардан, яғни тұтынушылардан сұрау жүргізу керек. Сауалнама нәтижесінде кем дегенде 50% тұтынушылар қанағаттандым деген жаңа жауап беру керек. Сондай ережелер енгізіп отырмыз. Сол кезде сондай тетіктер арқылы біз жаңа әлеуметтік жобалардың нәтижесін арттырмақшымыз, сапасын көтермекшіміз. Яғни мысалға мысалы мынадай болады ма? Мысалы бір үкіметтік емес ұйым, мысалға бір грантқа 4-5 үкіметтік емес ұйым таласты дейік, мысалы. Біреусі ұтып алды дейік. Сосын қалған ұталмаған 4-5 ұйым. Осыны бір бақыласа, немесе сондай бір процесс енгізуге болады ма? Сіз жаңа норма енгізуденіз ғой, кейін нормативті актілерді енгізе беруге болады ғой. Мысалға, ананы сынаса, сол кезде ол оның жұмыс істеуіне өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Мысалға, біз ондай жүйені биылғы жылы, былтырғы жылы 2017 жылдың гранттар жұмысы болды ғой, азаматтық бастамаларды қолдау орталығымен жүргізілген. Осы сіз айтып отырған жүйені былай жүзеге асырып көрдік. Өте жақсы пайдалы нәтиже. Өйткені дәл сол тақырып бойынша қатысқан, бірақ ұталмаған үкіметтік емес ұйымдар неғұрлым ананы бағалауға мүдделі болады ғой. Жан-жақты бағалауға. Ол да пайдалы. Сондықтан да сіздің айтып отқан ұсынысыңыз өте орынды. Ол әрине міндетті түрде қатысуға шақырылатын болады. Ондай жаңағы жобаның жүзеге асу барысында мониторингіге, әсіресе бағалауға. Сондықтан да ол дұрыс, өте жақсы. Көп рахмет. Енді қараңыз, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалау ұғымдарын енгізуді ұсынып отыр екенсіздер. Менде сұрақ, осының бір мазмұнын ашып берсеңіздер, кімдер қалыптастырады бұны, қалай бағалайды, кім бағалайды бұны? Енді шыны керек, бұл Қазақстанда жалпы бұл біздің енгізіп жатқан дүниелердің бәрі жаңа. Қазақстанда бұрын соңды болмаған. Өйткені естілмеген. Біз түрлі елдердің тәжірибелерін зерттедік. Оның ішінде ақш-та бар, Канада, Франция, Хорватия, Польша, бірқатар елдердің тәжірибелерін зерттедік. Бүгінгі күні үкіметтік емес ұйымдармен, сарапшылармен бірігіп, біз бірнеше нұсқасын қарап отырмыз, қалай жүргізуге болатын. Бір қазіргі кезде ең ұтымды нұсқа деп қарап отырған біздің жобамыз, ол жаңағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс беруші мемлекеттік орган өз жанынан тиісті сарапшылар кеңесін құрайды. Сол кеңеске тәуелсіз сарапшылар мен үкіметтік емес ұйымдар, жаңағы өзіңіз айтқан қатысып, бірақ ұталмай қалған үкіметтік емес ұйымдар да шақырылады. Қоғамдық кеңес өкілдері шақырылады. Және сол сарапшылық кеңес жаңағы келісім шарттың уақыты біткенше өз бағасын береді. Сондықтан да ол жаңағы соңғы қорытындысын шығарар кезде сол бағамен жаңағы әлеуметтік жобаның асыру барысын соңғы қорытындысы шығаратын болады. Осындай бір жоба бар. Сонымен қатар жаңағы ең басты тағы бір мәселе, біз ана әлеуметтік жобаның атқарылу барысында біздер енді бір жақсы көреміз ғой, соңында келіп баға береміз де, содан кейін оның артын таба алмай жатамыз. Ал бұны жаңағы жоба атқару барысында үнемі бақылап отыру керек. Сондай бір жобалар жүзеге асыратын боламыз. Оның бәрін тетіктерін ескереміз біз. Өйткені дер кезінде жөндеп, дер кезінде айтылса, ол
жоба түзу жолға түсіп кетуге мүмкіндік көбейеді. Дұрыс айтасыз. Өйткені соңына келген кезде уже процесс уақыт өтіп кетті. Енді тек қана кінәлау ғана қалады. Кінәлау ғана немесе жаңағы жазалау ғана қалады. Жазалау ғана қалады, дұрыс айтасыз. Қараңыз, мына жерде Facebook әлеуметтік желісінде қазір бізде тікелей байланыс орнауда, міне дәл қазір сұрақ қойыпты Гүлфара Егізбаева дейді. Үкіметтік емес ұйымдарды көбірек шараларға шақыртып, олардың атқаратын қызметтер туралы халық арасында насихат жұмыстары жүргізілсе дейді. Бұл ұсынысы ғой деймін. Одан тағы да мынадай. Сауалнаманы мекеме мен ұйым ішінде емес, көшеде жүрген халықтардың пікірі тыңдалса керемет болар дейді. Жақсы ұсыныстар екен. Мысалға жаңа үкіметтік емес ұйымдар түсіндіруге тарту өте дұрыс. Жалпы мен айтар едім, бүткіл мына біздің мемлекеттік бағдарламаларға, мемлекеттің тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғам уәкілдерін кеңінен тартқан дұрыс. Себебі олар жаңағы халыққа түсінікті тілмен жеткізуге біріншіден өте жақсы көмектесе алады құрал ретінде. Екіншіден олар кез келген жұмыстың атқарылуын ашықтығын қамтамасыз етеді. Және нәтижесінде халыққа, көпшілікке қандай пайда әкеліп келгені туралы неғұрлым жан-жақты ақпарат бере алады. Енді халықтың ішінде жүрген адамдар ғой, бұлар енді көпшіліктің мүддесін ескерген. Содан екіншісі сауалнаманы мекеме мен ұйым ішінде ғана емес дейді. Көшеде жүрген халықтардың пікір тыңдалса керемет болар дейді. Яғни сол процесс сезіне алды ма сол жерге, мысалға үкіметтік емес ұйым барып бір ауданды таңдап алды, мысалы бір облыста. Сол жерде көшеде жүрген ол да дұрыс, бірақ бірінші кезекте біз тұтынушыларға қараймыз. Бірақ енді егер де ол жаңағы жобаның жаңағы ерекшелігіне байланысты, егер де жалпы көпшілікке арналған жоба болса, әрине бәрінен жаппай сұрау керек. Егер де ол нысаналы топқа арналған болса, онда бірінші кезекте біз нысаналы топтың қандай әсер алғанын білу керекпіз. Қараңыз, тағы да бір тамаша, қателеспесем, сіздер бұны жасап жатырсыздар. Мысалы, Арман Ақтанбердиев мырзадан келіпті. Үкіметтік емес ұйымдарды мемлекет тарапынан қаржыландыру не үшін қажет дейді. Шетелде бизнес қаржыландырады, бізде қашан осыған келеміз. Бизнестің бетін бері бұру қажет қой дейді. Сіздер жасап жатырсыздар осы. Бізде былтырдан бері тиісті осындай бастамамен шыққан. Министрлік осындай бастамамен шыққан, үкімет қолдап былтырдан бері Асар республикалық құшақтық ынтымақтастық форумын өткізіп жүрміз. Ол жерде бизнес, үкіметтік емес ұйым, мемлекет үш тарап қосылып, және бұл ерекшелігі әр форум жаңа өңірде өтеді. Былтыр Атырауда өткізсе, биыл Талдықорғанда жобарлап отырмыз. Осы маусым айының 20-22 күндері. Бұл жобаның ерекшелігі, енді біздер шынымен де үкіметтік емес ұйымдар бүгінгі күні жетілді, әбден өзінің артында жаңа үлкен тәжірибесі бар. Бизнесте әртүрлі жағдайда жұмыс атқарып жоқ деп отқан жоқпыз. Бірақ осының бәрін мемлекет үш тарап қосылып жүйелендіру керек. Және бұл деген өңірлерге серпіліс беру керек. Нақты тұрғындарға серпіліс беру керек. Сол жерде атқарып атқан жаңағы жергілікті тұрғындардың өміріне бір әсер берсе деген ой ұсыныс. Өйткені үкіметтік емес ұйымдар өз бетінше жұмыс істеп жатыр, бизнес өз бетінше, мемлекет мына жақта өзінің әрекеттерін жасап жатыр. Осының бәрін ұйыстыратын бір алаң ретінде осы Асар форумы ұсынылған болатын. Былтырғыдан қалай нәтиже болды ма мысалы? Былтырғыдан мысалға біраз нәрселер қорытынды шығардық. Өзіміз үшін біріншіден біз жаңағы осы салада қалыптасқан проблемалар талқылай алдық. Және олар бойынша өзіміздің ұсыныстарымызды әзірледік. Қазір үкіметтік тиісті тапсырмасына сәйкес мемлекеттік органдар сол ұсыныстарға байланысты жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде мәселен жаңағы бизнес саласы мен үкіметтік емес ұйымдар тіпті бірігіп атқарған шаралардың өзін жүйеге келтіру керек. Оның есептеу керек, оның өзін білмейміз, мысалы, соны анықтау керек. Сонымен қатар былтырғы жылы мысалға біз бір ерекшелігі осы Асар форумының айналасында біздер бұрын жалпы әлеуметтік жобалар жәрмеңкесі болса, былтыр жылдан бастап біз оның онлайн форматын енгіздік. Яғни қазіргі күні asarproject.kz сайтына кіріп, жаңағы әрбір бизнес өкілі жаңағы осы күнге дейін үкіметтік емес ұйымдардың жобасы ұсынылып отыр. Соның ішінен таңдап, екеуі ынтымақтастық жаңа жағдайға түссе болады. Қазіргі күні 125 сондай жоба ұсынылып отыр үкіметтік емес ұйым тараптарынан. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша әрине көп емес, бірақ дегенмен ол нақты қадамдар 12 жоба қаржыландырылды. Әртүрлі өңірлерде. Біздің жалпы мақсатымыз ол жерде үлкен миллиардтаған қаражат емес. Көп болмасын, 1 миллион болсын, 2 миллион болсын. Ең бастысы процесс басталу керек. Ең бастысы процесс, және де бір нақты топтарға әсер ететін, нақты тұрғындарға әсер ететін. Мәселен тігін цехын ашу бір ауылда.
Қандай керемет. Ол бір жағынан әлеуметтік, мысалға, мүгедектердің немесе мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызбен сондай цех ашылып жатса, бизнес оған қолдау көрсетіп жатса, үкіметтік емес ұйым жаңағы әлеуметтік өзінің демеуін білдіріп жатса, осындай дүниелер арқылы бизнесте пайда таба алады ғой, жерде пайда болады. Бірақ ол әлеуметтік үлкен жауапкершілік қой бір жағынан. Сондықтан да осындай жобаларды көздеп отырмыз. Түсінікті, керемет. Енді келесі сұрақ. Жауабыңызға рахмет деп жатыр. Қараңыз, үкіметтік емес ұйымдарға гранттар мен мысалға сыйлықақылар беріледі. Осы шаралар біздің қоғамдық ұйымдардың кәсіби әлеуетінің бір артуына ықпал ете алады ма? Себебі осы грантты қаржыландыру сыйлықақылар туралы бізде бір нақты бір анықталған ақпарат жоқ, шынын айту керек. Енді мен түсіндіруге тырысып көрейін. 2016 жылдан бастап тиісті заңмен мемлекет гранттық қаржыландыру жүйесін енгізді. Ол гранттар үкіметтік емес ұйымдарға арналады. Ол гранттар тек қана азаматтық бастамаларды қолдау орталық арқылы жүзеге асырылады. Гранттарды бөлу құқығы сол азаматтық бастамаларды қолдау орталығының жанынан құрылған тәуелсіз сарапшылар комиссиясының еншісінде. Олар келіп түскен өтініштерді қарап, тиісті тақырыптар бойынша өз жеңімпазын таңдайды, ұсыныс береді тиісті. Содан кейін грант қаржыландырудың бір ерекшелігі, бұл жерде үкіметтік емес ұйымдардың әртүрлі тақырыптар бойынша өзінің шығармашылық көзқарасын білдіруге кең мүмкіндік беріледі. Солай олар жаңағы сарапшылар ішінен ең тиімді, ең жақсы, ең дұрыс, ең пайдалы жаңағы жүзеге асырылады деген үкіметтік емес ұйымды таңдайды. Және де оның ішінде бір ерекшелік 10% қаражатының 10%-ын өзінің жаңағы мақсатты жаңағы жоба үкіметтік емес ұйым өз мақсатына жұмсауға мүмкіндік алады, өзінің қажеттіліктеріне. Ол да мен ойлаймын үкіметтік емес ұйымдар үшін жақсы қолдау. Екінші жаңағы сыйлықақылар бойынша айтатын болсақ, ол да былтырдан бастап енгізілген жаңа тәжірибе. Былтырғы жылдың нәтижесі бойынша 59 үкіметтік емес ұйым жаңағы 68 миллион теңге қаражатты жаңағы қанжығасына байлады. Бұл әл бағыт бойынша беріледі, 15 бағыт, әр бағыттың көлемі 4,5 миллион теңге, жобамен 2000 айлық орта есептік көрсеткішті құрайды. Түсінікті. Енді ол жаңағы өз саласы бойынша неғұрлым оң үлкен нәтиже көрсеткен үкіметтік емес ұйымдарға беріледі. Ол жерге де жаңағы тәуелсіз сарапшылар тартылып, солардың қорытындысы бойынша шығарылатын нәтижесі. Түсінікті. Енді менде соңғы сұрақ, мен бір мәселені түсінбей қалдым. Себебі кейбір ақпарат көздерінде, тіпті біздің мемлекеттік ақпарат көздерінде мынадай бір ақпарат шықты. Үкіметтік емес ұйымдардың саны 2,5 есеге қысқарды деген ақпарат шықты. Бұл енді қаншалық шынды, қалай оны үкімет қысқарта алмайды ғой? Ондай несі құты жоқ мысалы. Бұл жерде заң жобасымен біздер бұл негізі дұрыс емес шыққан ақпарат па әлде? Бұл жерде былай негізі дұрыс деп айтатын болсақ, бұл кішкене дұрыс берілмеген, да? Дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, былай түсіндіріп айтайын. Бұл жерде үкіметтік емес ұйымдардың саны қысқармайды, коммерциялық емес ұйымдардың да саны қысқармайды. Бұл жерде министрлікке 2016 жылдан бастап жалпы заңмен біздің министрлікке әр коммерциялық емес ұйым өзінің жұмысы бойынша ақпарат өткізу керек. Бұл заңмен белгіленген. Ол үшін жауапкершілік те бар өткізбесе. Сондықтан да сол ақпаратты өткізетін коммерциялық емес ұйымдарының санын оңтайландырамыз. Біздер мемлекеттің мекемелермен құрылатын коммерциялық емес ұйымдар бар ғой, мәселенке жаңағы мемлекеттік мекемелердің жанынан құрылатын жаңағы акционерлік орталықтар, акционерлік қауымдастықтар, болмаса жаңағы КСК бар, бәрі коммерциялық емес ұйым. Балабақшада коммерциялық емес ұйым. Солардың бәрін біз жаңағы тізімнен алып тастап, тек қана үкіметтік емес ұйымдарды таза қалдырайын деп отырмыз. Қайсы мемлекеттен грант алады, сол, мысалға әлеуметтік жобалармен, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен, гранттармен жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдарды ғана қалдырамыз. Сондағы жаңағы сол оңтайландыру нәтижесінде есеп тапсыратын коммерциялық емес ұйымдардың саны 2,5 есеге азаяды. Есеп тапсыратын. Ол бір жағынан жұмысты жеңілдетеді. Ол жұмысты жеңілдетеді, оларға да жұмысты жеңілдетеді. Есеп тапсырып қажет емес, өзінің заң аясында, профильдік заң аясында жұмыс істей беруге мүмкіндік алады. Және бұл бағалауға да, эффективтілігін де байқауға. Нақты мысалға бүгінгі күні сол жаңағы дерекқорда 4624 үкіметтік емес ұйым тіркелген біздің. Мәселен, біздің жобамыз бойынша бүгін 20 мың дейді тіркелген үкіметтік емес ұйымдар саны, қаржы министрлігінің айтуы бойынша 13 мың дейді. Біздің жаңа дерекқорымызда 4,5 мың тіркелген, 4600 жаңағы мен айтып отырған. Сондықтан да біз сол нақты
нақты әлеуметтік жобалармен айналысатын үкіметтік емес ұйымдарды анықтау үшін. Қазіргі уақытта коммерциялық емес ұйымдар туралы заңға сәйкес барлық 50 мыңнан астам коммерциялық емес ұйымдар жыл сайын министрлікке есеп беріп отырады. 50 мыңнан астам есеп беріп отырады. Оның түкке қажеті жоқ. Оларға да қажет емес, бізге де қажет емес. Сондықтан да біз оны оңтайландыруды ұсынып отырмыз. Олар тек қана есеп беруді тоқтатып, ал басқа жұмыстарын жүргізе береді. Бұл түсінікті. Көп рахмет сізге, Абзал мырза. Енді осы жерде нақтылап кетсек, енді заң жобасының мақсаты қысқасы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тиімділігі мен ашықтығын арттыру. Ең негізгісі осы. Ең мақсаты сол халыққа түсінікті, пайдалы нәтижесін арттыру болып табылады жобалардың. Жауабыңызға көп рахмет. Әлі де бұл тақырыпты талқылаймыз деген ойдамын. Себебі қазір мысалға мемлекеттен әлеуметтік гранттардың жобалардың орындалуы осы жыл енді басталды мысалға. Енді алдағы уақытта күзге қарай біз бұл тақырыпты тағы да талқылаймыз деген ойдамын. Өйткені сол кезде эффективтілігін байқайтын боламыз. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Көп рахмет. Құрметті көрермен, эфирде болған Ерболат Мұхамеджан, басты тақырып. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.